Тарыдай бөбенген мектептен таудай болып үлкен өмірге қадам басқалы тұрған бітіруші түлектердің қуанышында шек жоқ. Ұлттық бірыңғай тестілеуден ойдағыдай ұпайларын жинаған оқушылардың жоғарғы оқу орнына түспес бұрын бітіру кешіне дайындықтары басталып кетті. Данияр мен Назерке 11 жыл бір сыныпта оқыған сыныптастар. Тек сыныптас қана емес, айырылмас ғашықтар болатын. Екеуінің сезімдері сонау 6 сыныптан басталған. Назерке сынып топ басшысы болса, Данияр спорт секторы. Спортқа етене жақын жігіт түрлі жарыстарға барып, медальдарды жеңіп алса, Назерке олимпиадалар мен ғылыми жобаларда жетістікке жетіп жүрді. Екеуіне қарасаң көзі тояттанатын, бір-біріне құйып қойғандай жарасатын. Олардың сезімдерінен тіпті мұғалімдер де хабардар болатын. Артық оғаш қылықтарын байқамағандықтан ұстаздары ескерту берген емес. Данияр сыныптасына ғашық болғанын ата-анасына ер жете келе айтқан. Назеркенің өзі мен ата-анасының жақсы тәрбиелі кісілер екенін білгендіктен олар қарсы болға қойған жоқ. Назеркенің анасы жұмыссыз, үй шаруасындағы әйел, әкесі дәрігер. Жастар кешкі айтулы мерекеге барынша дайындалып жатты. Ата-анасының тұңғышы Назеркенің армандаған көйлегін әперіп, қыздарының көңіліне қарауда. Одан бөлек сабағын үлгілі аяқтаса, ең әдемі көйлек кигіземіз деген уәделері бар еді. Назерке кеш ханшайымы болса, Данияр нағыз ханзаданың тап өзі болды. Әсем әуенге әуелете билеп, жас түлектерге арналған тілектер қарша борап жатты. Даниярдың көңілінде кірбің басым. Себебі сүйіктісі басқа қалаға оқуға кеткелі жатыр. Екеуі бірін-бірі қимай, ұзақ сырласып, болашақтары жайлы сөйлесті. Назерке Даниярды ешқашан есінен шығармайтынын айтып, басу айтты. Қанша қимағанымен екеуінің жолы осы жерде екіге бөлінді. Құжаттарын тапсырып, әрқайсысы өз бағыттарын таңдап, жаңа өмір бастап кетті. Назеркенің ата-анасы қыздарын шалғай жерге жібергісі келмегенімен болашағын ойлады. Мамандық иесі атанып, келешегінің нық қадам жасағанын қалады. Данияр болса, туған туыстарынан ұзамай жергілікті университеттің дипломын қанағат тұтты. Телефонмен хабар алмасып тұрамыз деп сөз байласты. 5-6 ай шыдасаң болғаны, қайта келемін ғой жаным. Шыдауын шыдаймын ғой, бірақ сені сағынатын боламын. Сол кезде қайтпекпін. Аз ғана уақыт шыдайық, түбінде бірге боламыз, Алла бұйыртса. Мен де сені сағынатын боламын, Данияр. Мен қоңырау шалғанда дереу тұтқаны көтеретін бол. Әйтпесе алаңдаймын. Жарайды, керісінше қымбаттым. Оқуыңды жақсы оқы. Биік мінбелерден көрін, спорт шебері атағын алуды ойла. Сенің болашағың жарқын. Мен сені сүйемін, жаным. Бір сәтке де ойымнан шығара алмаймын сені. Жақсы, көріскенше аман бол алтыным. Сезімдерім өзіңе аманат. Деді де, бетінен шөлп етіп сүйіп, Данияр вокзалға шығарып салды. Назерке пойыздың терезесінен жүргенше Даниярға телміре қарап тұрды. Осылайша ғашықтар бірінші рет бір-бірінен алшақтаған болатын. Үлкен қала, бейтаныс адамдар, жаңа орта. Жатақханаға орналасып, бөлмелес қыздармен танысып алды. Бөлмедегі 3 қыздың бірі Қаракөз, Назеркенің жерлесі болып шықты. Екеуі етене араласып, жақын құрбыларша достасып кетті. Мұғалімдерге тез үйренісіп, сабағына ұқыпты қарайтын болды. Қаракөзге үнемі көмектесіп, қасынан табылды. Кеш батысымен телефонға жармасып, Даниярмен сөйлесетін. Ортамен тез араласып кеткенін, жаңа достар тапқанын айтып мәз болатын. Қалай сағынғанын, әрдайым ойлап жүргенін жігітіне айтып, көңілін көтеріп қоятын. Сұлу қызға жігіттер сұқтана қараса да көзін төмен салып, бұрыла қоймайтын. Балмұздақ қыздың соңынан ерген боз балалар сезімдері жауапсыз қала беретін. Курстастарына сыйлы, ақылды, білімді, парасатты Назеркені бәрі де жақсы көретін. Жатақханадағы вахтер апайдан бастап, қарауылдарға дейін сол қыздың
ибалылығы мен тәрбиесіне тәнті етін. Көп ұзамай қысқы сессиялары да басталып, жоғары балдарын жинап, президенттік шәкіртақыға ие болды. Үйіне билет алып, ата-анасы мен жігітін көруге асыққан еді. Туып өскен жерін, бауырларын, әке-шешесін сағынып қалған қызды туыстары қуана қарсы алды. Бір қызығы, сүйіктісі Даниярды көре алмады. Жарыстар мен өзге қалаға жол тарттым деп сылтауратқан жігіт ұшты-күйлі ғайып болды. Жігітін көруге құштар қыз қамығып қалады. Оқуына қайтар уақыты жақындап, жігітінің үйіне барып, кішігірім сыйлығын табыстағысы келді. Есікті қаққан Назеркеге жігітінің қарындасы ашты. Сәлем. Сәлеметсіз бе, Назерке әпке? Қалайсың? Ағаң қайда? Ол, деп аузына сөз түспей тұрғанда арғы бөлмеден Даниярдың анасы келіп қалды. Назеркежан, қалайсың? Жақсы, өзіңіз? Мына жерде Даниярға арналған сыйлығым бар еді. Өзі келгенде бере саласыз ба? Жарайды. Бірақ, Назерке, қызым, енді сенің Даниярды ұмытқаның жөн. Неге? Не деп тұрсыз, апай? Себебі біз оны басқаға үйлендіргелі жатырмыз. Деді де қыздың мұңлы жүзіне қарамай есікті тарс жапты. Түкке түсінбей абдырап қалған Назерке бір орында қатайып тұрып қалды. Есі кіресілі шығасылы күйде жігітіне қоңырау шалып еді, телефоны сөндірулі. Есеңгіреп үйіне әрең жетті. Қызының жағдайына алаңдаған анасы не болғанын түсінбей дал. Ертесі жол жүруі керек қыз, кереуеттен тұруға шамасы жоқ. Бас алмай жылай берді. Неліктен сүйген жігітінің аяқ асты жоғалып, тастап кеткені миына қонар емес. Қаншама жыл кешкен тәтті сезімдерін бір сәтте тәрк еткеніне нала болды. Заттарын буып-түйіп, қайта оқуына аттанды. Даниярға өкпесі басылар емес. Соңғы сөзін айтып кетсе болмас па еді, деп сансыз сұрақтарына жауап алмай қала берді. Жатақханасына жайғасып, құрбыларымен хал жағдай сұрасып, сол бұрынғы тұйықтығына басты. Сабағы да нашарлап, оқуға ден қоймай кетті. Құрбысына не болғанын түсінбеген Қаракөз анық-қанығын білген соң көңілін көтеруге тырысты. Кешкісін жігітімен кездесуге Назеркені ертіп шықты. Жігітін ойлап шыдай алмай, Назерке тағы да Даниярға хабарласты. Телефоны сол баяғыша өшірулі. Болды, бітті. Мен енді сүймейді екенсің. Мен сені ұмытамын. Жолымыз осымен екіге айырылсын. Мен сенсіз ақ күн көрермін. Саған ендігі хабарласпаспын. Сертімде тұрмасам, атым өшсін деп ашуға булықты. Қаракөздің ұсынысын қабыл алып, кешкісін серуендеп келуге келісті. Әдемі киімін киіп, сәндене боянып, өз көңілін көтергісі келді. Қыздар жігіттердің шақырған саябағына аздап кешігіп барды. Қаракөз құрбысын жігітімен таныстырды. Сәбит жақсы жігіт болып көрінді. Жанындағы жолдас жігіт өзін Кеңесбекпін деп таныстырды. Айтуларынша, бала кезден бірге достар екен. Жастардың сөздері жарасып, уақытта көңілді өткізе бастады. Кеңесбектің көздері Назеркеге оқтай қадалды. Сүп-сүйкімді, аңғал қызды торына түсіру түк еместігін байқады. Қаракөз бен Сәбит оңаша сөйлесіп тұрғанда құрбысын әңгімеге тартты. Сұлу қыздың жүрегін жаралы екенін аңғарып, демеу көрсеткенсиді. Содан не керек, екеуінің таныстықтары арта бастайды. Кеңесбек күнде көлігімен Назеркенің оқу орнына келіп қыдыртып жүрді. Жергілікті жердің тұрғыны болғасын, қаланың түкпір-түкпірін жақсы білетін Назеркеге жайменен Даниярға деген сезімдерін ұмыттыра бастайды. Алдағы келе жатқан қыздардың мерекесіне орай Кеңесбекпен тойламақшы болып тосын сыйын күтіп жүрді. Мереке күні Қаракөз екеуі ерекше құлпырып шыға келді. Кеңесбек бірінші келіп, Назеркені жатақханадан алып кетеді. Жігітінің досына сенген Қаракөз еш алаңдамай Назеркені шығарып салады. Екеуі қас қарайғанша ұзақ жол жүреді. Қайда бара жатқанын білмеген қыз уайымдап бастайды. Мені қайда бара жатырсың, Кеңес? Шәлсідасаң келеміз, жаным. Жаным дегенің не? Мен сенің қызың емеспін ғой. Сен маған ұсыныста жасамадың. Жасаймын. Қазір саған бәрін жасаймын. Деді де, біраз шақырымдарды артқа тастап,
қала сыртындағы үйлердің біріне тоқтады. Біз қайда келдік, Кеңес? Менің үйіме. Сенің үйің бұл төңіректе емес сияқты еді ғой. Екінші үйім. Жүр кеттік. Қайда? Мен бармаймын. Көліктен түстеймін. Неге біз сенің үйіңе келдік? Мен қорқып тұрмын, Кеңес. Кері қайтайықшы. Жоқ, неге қорқасың? Мен сені ата-анаммен таныстырамын. Түсе ғой, жүр деймін. Әйтпесе, көліктен көтеріп түсіремін, деп әзілдеп қояды. Аяқ-қолы дірілдеп, әзер үйге кірген қыздың зәресі зәр түбіне жетіп барады. Алдынан ешкімнің қарсы алмағандығына да қорқынышын сұйылтып барады. Кеңесбек, үйіңдегілер қайда? Мұнда ешкім көрінбейді ғой. Олар ма? Бәлкім жолда келе жатқан болар. Сен еш алаңдама, қазір мен шай қойып келейін, деді де сыртқы есікті ішінен құлыптап тастады. Неге құлыптап қойдың? Қазір туыстарың келсе есікті аша алмай қалады емес пе? Жә, болды, жетер. Назерке, сен ақымақпысың? Жоқ, әлде өтірік көлгерсіп тұрмысың? Сен не деп кеттің, Кеңесбек? Жетер, еш нәрсе түсінбей тұрмысың? Біз бұл үйде оңашамыз. Екеуміз, тек екеуміз. Мен бұл үйді сен үшін жалға алдым. Сені керемет күйге бөлегім келеді. Керемет? Жоқ, маған ештеңе қажет емес. Өтінемін, мені жатақханаға апарып салшы. Құлың болайын. Неге мені алдап қорқытып тұрсың? Не? Мен бе сені алдаған? Қойшы осының бәрін. Одан да махаббаттың тәтті түніне бірге өткерейік. Онда тұрған не бар? Сен сұлу қыз, мен қаны ойнаған ер жігіт. Керемет емес пе? Келші жаныма, кел. Тапқан екенсің, деді де есікке қарай жүгіріп кілтті айналдыра бастады. Миығынан күліп тұрған жігіт артынан барып қолдарын шап беріп ұстап алды да көтеріп жатын бөлмеге алып барды. Жалма-жан өзінің киімдерін шешіп, Назеркенің де киімдерін жұлмалай бастады. Қанша қарсыласқанымен алып күшке тойтарыс бере алмаған қыз сорланып қала берді. Бүкіл денесі ауырсынып, көгала қойдай көгерген денесіне қарап жылап жіберді. Жігіт Назеркеге қарап тұрып, мен сені қыз болып шығады екен деп мүлдем ойламадым. Кешірші. Оңбаған, түріңді де көргім келмейді. Мені апарып таста, деп жалбарына бастады. Болары болып бояуы сіңген соң, не шара? Кеңесбек еш ойланбастан қызды апарып тастайды. Назеркенің мүшкіл түрін көрген қыздар жан ашып, не болғанын сұрай бастады. Алғашында айтқысы келмеп еді, бәрібір қаракөз біліп алады. Дереу жігітіне хабарласып, досының хайуандық әрекетін айтып берді. Назеркенің жағдайы күннен күнге нашарлай бастады. Дәрігерге тексерілуге барғанында жыныстық жолмен жұқтырған жұқпалы ауруды жұқтырғанын естіп, сос дейді да қалды. Емделуге қаражат аз кетпейтіні көрінеді. Бұл түрдегі жұқпалы аурулар көбінде төсек қатынасына көп түсетін адамдарда болатынын дәрігер анықтап түсіндіруге тырысты. Назерке болса, байқаусыз бір жігітке алданғанын айтып әлек. Тезірек емделмесең, келешекте бала туа алмайсың, деген дәрігердің сөзінен қатты қорқып, Кеңесбекке хабарласты. Назеркежан, жайшылық па? Әлде мен ұнап қалдым ба? Тағы қалап тұрсың ғой шамасы. Қайдасың? Қазір жетем, деп қас пен көздің арасында жетіп келді. Өзін өзі ұстай алмаған қыз көшедегі көпшілікке қарамай, қолдарымен Кеңесбекті сабалай бастады. Әрең сабырға шақырып, қызды көндірген соң, мән-жайды сұраған жігіт ат тонын ала қашады. Назерке болса, Кеңес, өтінем, мен саған еш кінә артпаймын. Тек маған, яғни еміме кетер қаражатты тауып берші. Менің ата-анамнан сұрар бетім жоқ. Сен қызықсың, әуелі өзің жармасасың, кейіннен менің басыма пәле болып жапсасың. Кет әрмен, көрмегенім сен бол. Сені тек желкемнің шұқыры көрсін, деді де көлігіне мініп тайып қалады. Бәлекет басына еселеніп жабысқан қыздың өмір сүруге құлқы қалмады. Жақын құрбыларының көмегімен жиған азын аулақ ақшасы еміне жетпейтін. Қарагөз жігітіне хабарласып,
Құрбысының тауқыметіне өздері жауапты екенін айтып жүріп, Назеркені ұзақ емдеді. Көзі жастан құрғамай, ұнжырғасы түсіп кетті. Өмір сүруге деген еш талпынысы болмай жүргенде, ауылдағы анасы келіп қалады. Бүрісіп жатқан қызын көріп, бір шикіліктің барын сезген анасы тамырын басып, жақын тартып сөйлесіп еді, Назерке ызаланып, жылап жіберді. Нендей күй кешіп, қандай бәлекетке тап болғанын айтып, анасының көзіне тік қарай алмады. Анасы ашуға ерік бермей, сабырмен, өзін әрең қолға ұстап, әлгі оңбаған Кеңесбектің нөмірін сұрады. Апа, сіз оны қайтесіз, керегі жоқ. Мен одан қатты қорқамын. Жалпы еркек атаулыдан қорқамын. Неге мені сорлы етіп жаратты екен жаратқан? Алғашқы махаббатым Даниярдың жасағаны анау. Менімен қоштасуға да дәрмені жоқ. Мынау оңбағанның қорлағаны мынау. Мен сонда бақытқа лайық емеспін бе, апа? Жоқ, қызым, жылама. Маған Кеңесбек сұмның нөмірін бер. Болмаса мекен жайын айт. Мен оны бір жақты қылмайынша, сенің өмірден бас кешуіңе жол бермеспін, деді де Кеңесбекке хабарласты. Жөндеп жауап бергісі де келмей, зекіп сөйлескен жігітті жолығуға шақырды. Кеңесбек кешігіп келді де, амандық саулықсыз төтесінен сөзді періп кеп жіберді. Сіз кімсіз? Қызыңыз қандай тәрбиесіз? Мен сонда оны сүйреп жатақханасынан алып шығыппын ба? Өз аяғымен балтыры жылтырағасын санымен көлігіме өзі келіп отырды. Кездесуге өзі шықты желкілдеп. Енді келіп мені кінәлайсыңдар. Балам, артық кетпе. Сенің кінәң, қызымның арын таптағаның. Оған қоса, қиын жағдайға ұрындырдың. Менің қызымның тағдыры не болады? Енді оны кім әйелдікке алады? Елге масқара болдық қой. Обалына қалма. Егер ұнатып ойың болса, мен қарсы емеспін. Салтын жасап алып кет. Мен оған үйлене деп кім айтты? Ондай қыздар қаланың түкпір-түкпірінде толып жүр. Мені ақмақ көріп тұрмысыз, әлде саудаласып тұрсыз ба? Оңбаған иттің баласы, хайуаннан қай жерің артық? Лағнетім жаусын саған, көгермегір. Алтын сөзім саған қор болды-ау деп ашуға мініп, теріс бұрылып, тез-тез жүріп барады. Жатақханаға әзер жетіп, қызының бөлмесіне көтерілген анасы өксіп жылап жіберді. Қызым, басқа түссе баспақшыл, әйел 40 шырақты деген. Сенің әлгі иттен құтылғаның жөн болған. Алла екі дүниеде де ондайларды жазадан бос жібермес. Сен есіңді жи, оқуыңды аяқтап, елге еңсеңді көтеріп барғайсың. Бәрі де ұмытылады. Тек етегіңе әзір бол деп бар ақылын айтып жатты. Анасының сөздерін медет тұтып, еңсесін тіктеп оқуына ден қойды. Қайсарлығының арқасында оқуын үздік аяқтап дипломына қол жеткізді. Ал Кеңесбек болса, тағы бір қызды алдап соғып, басы бәлеге ұшыраған көрінеді. Қыздың туыстарға заңмен қудалап, темір торға тоғытқан екен. Оның бәрін Қаракөз Назеркеге сұрамаса да жазасын тартып жатқанын айтып жүреді екен. Назерке дипломын алып, өз өлкесіне келіп, туғандарынан көріндігін алып балаша қуануда. Жұмысқа орналасу үшін мектепке барып директормен сөйлеспекші болғанда, баяғы алғашқы махаббаты Даниярдың қарындасын көріп қалады. Бой жетіп, сұлу қыз болыпты. Назерке әпке, сізбісіз? Иә жаным, қалайсың? Негізінде Данияр жайлы сұрағысы келген. Бәрі жақсы, ағам сауығып аяқтарын балдақпен басып жүр. Не дейсің? Қайдағы балдақ? Ол спортсмен жігіт қой. Сіз хабарсыз екенсіз ғой. Ағам осыдан 3,5 жыл бұрын жарыста жолын зақымдап, арбаға таңылған болатын. Мен неге мұны білмеймін? Есіңде ме мен сендердің үйлеріңе барғанымда анаң басқа қызға үйлендіреміз деп жатқаны? Жоқ, олай емес. Ағам ол кезде ауыр күйзелісте аурухана қабырғасына қамалып отырған болатын. Сіздің бағыңызды байламай, дені сау жігітті ұнатып тұрмыс құрғаныңызды қалағаныма айтылған сөз болатын. Сол күні сізге анам сол сөздерді айтып болғасын, есікті жабар-жаппас көңілі босап, сол қылдап жылап жіберген болатын. Анамның көз жасын сүртіп, жанынан табылғандықтан айтып тұрмын сізге бәрін.
Өтінем, жаным-ау, мен ағаң апаршы, жүрші, менің Даниярды көруім керек. Сіз әлі де ағамды көргіңіз келе ме? Оның көңілі жарым ғой. Тек сіз жүрегін жаралмаңызшы. Жігітіңіз болса, ағамның босқа мазасын алмаңыз. Назерке әпке, жоқ, жарайды. Онда мен өзім-ақ барамын. Сол баяғы үйден көшіп кетпесеңдер, мекен жайдан адаспаспын деп, тура Даниярдың үйіне тартты. Кім екен бұл? Сабырсыз қоңырау шалып тұрған? Деп есікті ашқан жігіттің анасы аңтарылып қалды. Назерке, сенбісің? Иә, мен апай. Даниярды көрсем бола ма? Жоқ, олар... Кім олар? Келіншегі ме? Жоқ, апай, енді сізге сенбеймін. Бір кездегі ақымақ, аңғал қызды алдағандай алдай алмайсыз мені. Өтінем, Данияр қайда? Сен сенімдісің бе? Неге енді кеп тұрсың? Жоқ, керек емес, қайт үйіңе. Арғы жақтан Даниярдың: апа, өтінем, кірсінші, деген даусы естілді. Назерке түкпір бөлмедегі Даниярға қарай жүгіре жөнелді. Екеуі бірін-бірі көріп, үнсіз тұрып қалды. Екеуінде де сансыз сұрақтар кеуделерін кернеп барады. Жоқ, мен бұл ойларға нүкте қоямын, деді де Назерке Даниярдың мойнына асылды. Данияр Назеркеден қанша күдер үзіп қойса да, іштегі сезіміне тоқтау сала алмай, қуаныштан жылап жіберді. Екеуі ұзақ сырласып, балалық шақтарын еске алды. Назерке басынан өткенін айтып бағынан жарылды. Себебі бұл олардың жаңа өмір бастау үшін маңызды болатын. Осылайса қос ғашық табысып, өмірлері мәнді де сәнді бола бастады. Ал Кеңесбек болса, жазығын өтеп, зорлықтың қорлығын көріп жатыр.